Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Бағдаулет. Бүгінгі видео сабақта біздер нағыз ұлттық бірыңғай тестіде келген ағылшын тілі сұрақтарын бірге талқылайтын боламыз. Бұл бізде 9-шы нұсқа, демек алда 8 нұсқаның видео талдау сабақтары бар. Оларды көру үшін менің ютуб каналыма өтсеңіз болады. Жалпы бүгінгі видео сабақта нағыз тестті қалай дұрыс талдау қажет, сондай-ақ suffixes, жұрнақтар, 5 proverbs, 5 жаңа мақал мәтел, идиома және conditionals second тақырыбына байланысты сұрақтарға қалай дұрыс жауап беру керек деген секілді тақырыптарды қамтитын боламыз. Мені жаңадан көріп отырған оқырмандарым болса таныса отыралық. Менің есімім Әзімхан Бағдаулет, Зальцбург және Қазақ ұлттық университеттерінің түлегі боламын. Және осы орайды пайдалана отырып оқушылардың назарына премиум видео сабақтарына байланысты шектеу алынып тастады. Әлі жазылу жүруде, жазылу құны 1990 теңге. Менің ойымша өздеріңізге жасаған инвестиция бір емес, бірнеше есе қайтып оралады. Сондықтан да шпор сатып алудың орнына осы 2000 теңгеге. Менің ойымша осы секілді жаңа нұсқа талдау сабақтарын өздеріңіз көріп үйрену арқылы ұлттық бірыңғай тестіде өздеріңіз қорықпай жақсы әрі өздеріңізге сенімді болып тапсыра алатындай деңгейге жетесіздер деп ойлаймын. Және бұл премиум видео сабақтар өздеріңіз экранда көріп тұрғандай дәл қазіргі уақытта 5 видео сабақ, әлбетте алдағы уақытта 1, 2 не болмаса тіпті 3 жаңа премиум видео сабақтарын міндетті түрде қосатын боламын. Бірінші сұрақ. The similar meaning to the given sentence. Келесідей сөйлемге мағыналас сөйлем қайсы дейді? The boys get on with the girls in our school. Енді мұнда сіздер get on деп аталатын фразалық етістіктің мағынасын білулеріңіз қажет. Get on бұл to have a good relationship, яғни жақсы қарым-қатынаста болу. Мысалы, he doesn't get on with his daughter. Ол өзінің қызымен жақсы қарым-қатынаста емес. Демек, get on дегеніміз қандай да бір адаммен жақсы қарым-қатынас жасау деген мағынаны береді. Енді бұл жерде жақсы қарым-қатынас деген сөз қай жерде? Осын табайық. In good relations. Жақсы қарым-қатынаста дейді. The girls are in good relations with the boys. Яғни бізде д нұсқасы дұрыс деген сөз. Окей. Екінші сұрақ. The spelling of waste. Waste. Яғни бұл жерде S және T, W болу қажет екен. Әлбетте ол А нұсқасы, waste. Енді В нұсқасын көрейік. Wait, С әрпі жоқ. Waves, В дыбысы келіп тұр мұнда. Wakes, К дыбысы келіп тұр. Waits, waste емес, waits болып тұр. Сондықтан мынау Е нұсқасы да келмейді. Сонда А нұсқасы ғана бізде дұрыс жауап болып табылады. Келесі, the sentence with adverb. Жалпы adverb бұл істеу, әлбетте бізде сөйлемде етістіктен кейін келеді. Енді етістіктерді сөйлемнің ішінен табайық, Was stolen. Одан кейін бізде келіп тұрған 2 days ago. 2 бұл сан есім, сондықтан ол келмейді. Тоғжан wants to learn. Бұл infinitive, to learn. Сондықтан бұл да келмейді. Think, етістік. Carefully, істеу. Қалай? Мұқият ойлан. Қалай ойлан? Мұқият ойлан. Және сондай-ақ ly бұл істеу тудырушы жұрнақ болып табылады. Сондықтан бір емес бұл жерде 2 индикатор болғандықтан дұрыс жауапты көрсетіп тұрған С нұсқасын біздер 100% дұрыс деп айталамыз. Окей. Төртінші сұрақ. The right variant of the verb. Етістіктің дұрыс нұсқасын табыңыз дейді. I home when I met my mother. Енді мұнда бір анықтаушы сөз бар, when, және одан кейінгі келіп тұрған сөйлем бұл past simple. Met дегенімізде. Meet, met. Енді past continuous tense, яғни созылыңқы өткен шақтың жасалу жолы, яғни оның қолдану жолын тоқталайық. Әлбетте оның ішінде when, while, as не болмаса at that time деген секілді біздерде анықтаушы сөздер бар. Және ол өткен шақта қандай да бір ұзақ уақытқа созылған процесті білдіреді. Мінеки, сондықтан да
бұл жерде I was walking home when I met my mother нұсқасы дұрыс жауап болады. Себебі past continuous'тың жасалу жолы was, were plus verb ing. Келесі. Noun forming suffixes. Зат есім тудырушы жұрнақтар. Енді қарайық, барлықтарына қандай да бір сөздерді қосу арқылы қандай сөз табы шыққандығын көрейік. Beauty деген сөз нұсқасында мінеке. Full IVE. Beauty. Сұлулық. Beautiful. Сұлу. Қандай? Сын есім. Зат есім болып табылады ма? Жоқ. Effect. Эффект беру. IVE қосылды. Effective. Эффективный. Эффективті. Не болмаса, біздер қазақ тілінде оны тиімді деп те атаймыз. Жақсы, нұсқасын көрейік. Agree. Келісу етістік. Able қосылды. Agreeable. Көнбіс, не болмаса келіскіш. Сын есім. Мысалы, I am an agreeable person. Мен тым келіскіш адаммын. Яғни, сын есім тудырушы жұрнақ able екен. Less көрейік. Use қолдану. Useless. Пайдасыз. Мысалы, this is useless information. Бұл пайдасыз ақпарат. Демек, нұсқасы да бізде қате болып табылады. Бұл adjective. Сын нұсқасын көрейік. Able. Қолынан келу. I am able деп айтамыз ғой. ITY қосылды. Не болды? Ability. Қабілет деген сөзге айналып кетті. Зат есім. Жақсы. Pollute. Ластау. Tion қосылды. Шын. Не болмаса. Pollution. Ластану. Зат есімге айналды. Демек, сын нұсқасы дұрыс жауап болып табылады екен. Жалпы қазір нағыз Мамыр ұлттық бірыңғай тестінде көпшілік осы жаңа сұрақтардың ішінде зат есім табушы, зат есімді жасаушы суффикс тап деп келеді, жұрнақты. Соның ішінде ең соңында егер сөйлем тион, сион деп аяқталса, онда бірден оны зат есім деп белгілеріңізге болады. Жақсы, төртін д нұсқасын көрейік. Dirt. Шаң, лас. Dirty, лас. Қандай? Danger. Қауіп. Dangerous. Қауіпті. Сын есім болып кетіп тұр. Assist. Көмек. ANT қосылса не болады екен? Assistant. Көмекші. Зат есім. Жақсы. Бірақ мұндай feel деген жұрнақ жоқ ағылшын тілінде. Окей. 6-шы сұрақ. Жалпы жаңағы жұрнақтарға тоқталған себебім ұлттық бірыңғай тестіде қазір өте жиі кездесіп жатырған сұрақ. Окей. 6-шы сұрақ. The right variant of the pronoun. Келесі есімдіктің дұрыс нұсқасын табыңыз дейді. We invited her to stay with at house. Енді қарайық. My және mine екеуінің айырмашылығы қалай? This is my pen. Бұл менің қаламым. This pen is mine. This pen is mine. Бұл қалам менікі. Демек, mine дегеніміз бұл жерде object, ал мында жерде my дегеніміз adjective. Бұл менің қаламым. Бұл қандай қалам? Бұл менің қаламым. Яғни кімнің қаламы? Демек, бұл жердегі есімдік my сын есім рөлін атқарады. Ал мұнда object болып тұр. Толықтаушы рөлін атқарады. Вот осы екеуін ажырата білуіміз қажет. Яғни my деген сөзден кейін сын есім рөлін атқарып тұрған бұл есімдік міндетті түрде одан кейін зат есім келу тиіс. Енді қарайық. We invited her. Біздер оны шақырдық дейді. Яғни не үшін? Бізбен қалу үшін қайда? Біздің үйімізде. Енді біздің үйіміз деген қайсысы келеді? Him house деп айта алмаймыз. Ours. Біздікі үйіміз деп айта алмаймыз. Қарағысы бақсап кетеді. Hers house деп айта алмаймыз. Our house деп айта аламыз. Енді наушы with us деп міндетті түрде айта аламыз. Бізбенен бірге. Кіммен? With us. Яғни object pronoun. Ең нұсқасы дұрыс болып табылады. 7-ші сұрақ. The correct word for the sentence. Мына сөйлемде дұрыс сөзі
табыңыз дейді, иә? Сөйлем толықтырушы. How many English blank verbs do you know? Көреміз. Regulated. Регуляцияланған. Regulate. Регуляция жасау. Regulation. Регуляция. Затесін. Regularly. Регулярно. Регулярлы түрде не болмаса. Оны қазақ тілінде қандай да бір, қалай айтсақ болады екен? Қазақша мағынасын есімнен шығып тұр. Regularly қандай да бір жиілікте деген мағына білдіреді. Ал irregular бұрыс деген сөз. Демек, ең нұсқасы дұрыс, себебі нейді? How many English irregular verbs do you know? Сіз ағылшын тіліндегі қаншалықты бұрыс етістіктерді білесіз дейді. Ең нұсқасы дұрыс жауап болып табылады. 8-ші сұрақ. Read the text and find a false statement. Енді, мәтіндік осындай сұрақтар келген кезде міндетті түрде сұрақтың өзіне назар аударыңыздар. Жауаптарына емес, Бірінші сұрақты не сұрап тұрғанына назар аударайық. False statement. Қате берілген мұндағы ойлардың, пікірлердің бірін табыңыз дейді. Енді, мұнда was fond of кілт сөздерін тауып алайық. Бірінші, мінеке нұсқалардың ішінен. Not so difficult. Microscope. Parents. Different. Snowflakes. Ең нұсқасында 20. And the first snowflake. Енді дәл осы кілт сөздерді есімізде сақтай отырып, мұндағы тексті оқып шығайық. Wilson Bentley was born in America in February 1865. His parents were farmers. The boy liked to observe the snowflakes. Жақсы, snowflakes деген сөз келді. Ол мұнда болатын, Snowflakes деген сөз бар екен. The boy, Winston Bentley, жақсы, келіп тұр. Енді observe деген сөз қарау, мұқият қарау, не болмаса тексеру деген секілді. Watching дегеніміз екеуі синоним болып келеді бір-біріне. Like to observe, be fond of. Енді fond of дегеніміз қандай да бір нәрсені ұнату, әуестену деген мағынаны білдіреді. Демек, мұндағы біздер нұсқасы қате болып табылады. Себебі бізге дұрыс емес, қате берілген сөйлем таптық. At the age of 15, his mother gave him a microscope. Microscope деген сөз бар. Енді мәтіннің ішінде мұнда microscope деген бар екен. Was given to Bentley by one of his parents. Оның ата-анасының біреуісі оған микроскоп берген екен. Микроскоп берген туралы айтылған ба? Әлбетте, оның анасы берген. Демек, мынауда дұрыс жауап болып табылмайды. Келесі. He looked at the snowflakes through it. He wanted to draw them. But it was very difficult. Okay. Difficult to draw a snowflake because it melted very quickly. It was very difficult деген сөз бар ма? Қай жерде бар? Мінеке, мінде бар екен. В нұсқасында not so difficult, қиын емес деген. Ал мұнда мәтінде өте қиын деген. Демек, мұна екеуі бір-бірімен не болып тұр? Қарама-қарсы мәндес болып тұр. Енді біздің табуымыз қажет нәрсе не? Дұрыс емес, не болмаса қарама-қарсы мәндес пікірді табу. Демек, в нұсқасы бізде не болады екен? Дұрыс болып табылады. Жақсы. Енді like to observe, fond of watching. Жалпы, қараңыздар. Бұл ұлттық бірыңғай тесттен бөлек, жалпы өздеріңіздің speaking, не болмаса сөздік қорларыңызды дамыту үшін дәл осындай тест шешу барысында өздеріңіз білмеген сөздерді жазып алып, жаттасаңыздар өте жақсы әрі тиімді болмақ. Енді мұнда to be fond of пен like to дегеніміз екеуі бір-бірімен синонимдес сөздер екен. Ал енді сіздер қандай да бір адаммен ағылшынша сөйлем бастаған кезде, сіздер I like to travel, I like to speak in English деп айта бергеннен гөрі I am fond of traveling. I am fond of listening to jazz music деген секілді өзіңіздің пікіріңізді өзгерте алсаңыз болады. I am fond of. Мысалы, I am fond of reading
psychological books, for example. Енді, дәл қазір осы жерде мына сұраққа комментарийға жауап берсеңіздер, өте қызық болушы еді. If you could travel anywhere, where would you go and why? Егер сіз кез келген жерге саяхаттай алатын болсаңыз, онда қай жерге баратын едіңіздер және не үшін? Барлығын ағылшын тілінде жазып, комментарийға өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Жарайды ма? Мен міндетті түрде тексеремін. Ал егер менен сұрайтын болсаңыздар, мен міндетті түрде Қытайдағы ұлы Қытай қорғанына барушы едім, егер кез келген жерге саяхаттай алған болсам. Паузаға қойыңыздар, ерінбеңіздер. Бұл сіздерге жалпы сергіту сәті, не болмаса разминка. Жақсы ма? Паузаға қойыңыз. Окей, олай болса, жазып болсаңыз, келесі сұраққа көшейік. 9-шы сұрақ. The correct sentence with gerund. Герунди дұрыс қолданылған сөйлем. Жалпы герунди қай кезде келеді? Етістіктен кейін verb ing болып келу тиіс. Сонда I remember having my birthday party. No, нұсқасы келеді. I remember had. Мұнда мүлдем герунди жоқ, I remember I having деп айта алмаймыз, себебі етістіктен кейін бірден зат есімі келіп қалып тұр мұнда. I remember have етістіктен кейін етістіктің бастапқы бірінші формасы келіп тұр. ing жалғанып тұрған жоқ, I remember is having деген бұл мүлдем мағынасыз, себебі is to be етістігі verb ing, демек мұнда міндетті түрде зат есім болу тиіс. Сол кезде I am having my birthday party десе, онда бұл мағыналы сөйлем болушы еді. Ал мұнда I remember is having болғандықтан бұлдай сөйлемнің мүлдем мағынасы жоқ, грамматикалық қате сөйлем болып табылады. Сондықтан бізде дұрыс жауап тек А нұсқасы болады. Жақсы, 10-шы сұрақ. Uncountable noun. Саналмайтын зат есім. Окей. Мұнда бірден қарасаңыздар, мына сөйлемнің соңының барлығында S жалғанып тұр, ал тек мұнда Д нұсқасында S жалғанбай тұр. Жақсы, уақыт деген сөз саналмайды. Және оның алдындағы сөзге назар аударайықшы. Much деген бұл саналмайтын зат есімдердің алдында қолданылады. Ал саналатын зат есімдердің алдында many қолданылады. Сонда Д нұсқасы дұрыс жауап болып табылады. Енді тағы да бір ескертетін жайт, time сөзі саналатын да, саналмайтын да зат есім болып табылады. Мысалы, қарайық. I have been to Austria 3 times. Мен Австрияда 3 рет болдым. Бұл жерде, мінекей қарап тұрсаңыздар, times деген сөз не қылып тұр? Саналып тұр. Себебі бұл жерде ол уақыт мағынасын емес, қанша рет барғандығын білдіріп тұр. Ал екінші нұсқасын көрейік. I spend too much time working and not enough time with my family. Мен көп уақыт жұмыс жасауға жұмсаймын, бірақ өте аз уақыт отбасыма көңіл бөлемін деген секілді. Яғни бұл жерде time сөзі уақыт мағынасын беріп тұр. Сондықтан да екінші сөйлемде бұл саналмайтын зат есім болып тұр. Much time, көріп тұрғандарыңыздай. Жақсы. Келесі 11-ші сұрақ. A sentence with the second conditional. Second conditional бұл құрылу жағдайына тоқталайық. Imaginary situation, адамның қиялдан туындаған ситуацияны жеткізу барысында қолданылатын сөйлемдерде біздер осы second conditionalсты не істейміз? Қолданамыз. Енді оның жасалу жолына бір тоқтала кетер болсақ, if plus past simple, екінші бөлімі present conditional, не болмаса would plus verb 1 болу тиіс. Енді қарайық. Мұнда if I won $1 million, I would buy a new car. Енді дәл осы құрылымды естеріңізге сақтай отырып, келесі сұрақтардың ішінен іздейік. We will go. Жоқ, бізде would болу тиіс. If I go present simple, сондықтан мінекей бірден қате, біреусі past simple болу тиіс. Жақсы, wouldn't have missed. Have missed уже бұл third conditionals болып кетті. I would never speak to her if I were you. Мұнда past simple, мұнда would plus verb 1. Демек, Д нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады деген сөз. Ал Е нұсқасы I wouldn't have redone. Енді бұл third conditionals. Second conditionals Д. Окей. 12-ші сұрақ. Define
the proverb according to the meaning. How one acts is more important than how he looks. Яғни, бұл жерде не дейді? Келесіде мағынаға сәйкес келетін мақалды табыңыз дейді. Адамның жасаған іс-әрекеті оның бет әлпетіне қарап бағаланбауы қажет, иә? Оның жасаған әрекеті оның түріне қарағанда не? Маңыздырақ деп тұр. Енді дәл осыған байланысты мына мақалдарды талқылап көрелік. Мұнда 5 мақал бар. Қазір 5 мақалдың сіздерге мағынасын түсіндіріп өтейін. Curiosity killed the cat. It is used to give a warning or tell someone not to be curious. Curious дегеніміз бұл қызығушылық. Яғни қызығушылық мысықты өлтірді дейді. Яғни бұл мақалдың қолданылу жағдайы тым қатты қызығушылық танытпаңыз. Мысалы, біреулердің өміріне біздер кей жағдайда тым қатты қызығушылық танытып, керек емес ақпараттың барлығын жинап алуға тырысамыз, иә? Міне дәл осындай ситуациядан адамдарды алшақтату үшін қолданылатын мақалдың бірі. Окей. Келесі. A change is as good as a rest. Бұл мақал қандай мағына береді екен? Is an old English proverb means that changing your job or profession is also as beneficial as taking a break. Яғни, жұмысыңды өзгерту бұл демалыс алғанмен бірдей. Яғни, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Не болмаса, жаңа потенциалыңыз ашуы мүмкін. Жаңа жұмыс. Сондықтан да, егер болашақта университет бітіріп, бірақ өздеріңіз қаламаған жұмыста ұзақ уақыт жасап жүрген болсаңыздар, онда жаңадан өмір бастауға, жаңадан жұмыс бастауға ешқашан қорықпаңыздар. Мінекей, сіздердің алдарыңызда қаншама жылдық тарихы бар, өте мағыналы мақал жол көрсетіп тұрған жоқ па? A change is as good as a rest. Келесі. You say handsome is as handsome does. To mean that you should judge someone by their actions and not by their appearance. Енді не дейді? Сұлу емес, жақсы жасаған сұлу деген сөз. Яғни, бұл мақалдың беретін мағынасы сыртқы пішінге қарап адамды сөгуге болмайды. Оның жасаған іс-әрекеті не қарап, оны біздер бағалай алуымыз қажет деген мағынада білдіреді. Енді мұнда неліктен мен handsome деген кезде сұлу ер адамды көрсеттім. Себебі handsome сөзі өте көп жағдайда ер адамдарды сипаттау үшін қолданамыз. Handsome woman деп айта алмаймыз. Beautiful woman, pretty woman деп айтамыз. Ал ер адамдарға келген кезде handsome man, не болмаса handsome boy деп айтуымыз қажет. Жақсы. Және бұл соңғы мақал деп ойлаймын. Half a loaf is better than nothing. Бұл жерде бөлкенің жартысы жоқтан жақсы дейді. Не болмаса нанның жоғынан жақсы дейді. Не деген сөз? Little of something or less than you want is better than nothing, and you should be grateful for what you have. Яғни, жоқтан жақсы деген мағынаны береді. Не болмаса сіз қандайда бір жағдайда көп нәрсені қаладыңыз, бірақ алған нәрсеңіз өте тым төмен болса, соның барына қанағатшылық етуіңіз қажет. Себебі ол жоқ болса не істер едіңіз деген секілді ғой. Мысалы, мына суретте қарап тұрсаңыздар, мына бала өзінің бір аяғы жоғына не қылып тұр? Делік, қапаланып, ұнатпай тұр. Ал егер екі аяғы жоқ болса қайтер еді? Мінекей дәл сол секілді барыңызға қанағат етуді үгіттейтін, насихаттайтын мақалдың бірі осы. Half a loaf is better than nothing. Сондықтан да ұлттық бірыңғай тестте алда, егер өздеріңізде қалаған бал жетпей қалып жатырған күннің өзінде де әрдайым не болыңыздар? Қанағатшыл болыңыздар. Бұл еш етпейді. Мүмкін дәл осылай қанағатшылық ету арқылы сіздер барынша жоғары жинауға талпынатын шығарсыздар. Жақсы, өмір деген өте таңғажайып нәрсе. Сондықтан да мұнда 12-ші сұрақтың дұрыс жауабы бізде С нұсқасы болады. Handsome is that handsome does. Және соңғы сұрақты ұмытып кеттік. Wear the old coat and buy the new book. Old coat дегеніміз ескі шапан киде, бірақ жаңа кітап сатып ал деген мағынаны біледі. Бұл Austin Helps'тің цитатасы.
Бұл не еді? Which means knowledge is better than appearance. Адамның сырт келбетіне қарағанда оның білімі маңыздырақ. Сондықтан да барынша әрдайым сыртқы келбетке емес, білімге инвестиция құюға талпыныңыздар. Бұл менің де өмірлік ұстанымдардың бірі деп айтсам болады. Жақсы, 13-ші сұрақ. The antonyms of the word answer. Answer сөзінің антонимдері. Reply, жауап беру. Answer деген сөзді жауап беру. Бұл синоним болып кетті. Response, жауап беру. Ask, сұрау. Жақсы. Reject, бас тарту. Express, білдіру. Reaction, реакция. Read, оқу. Put a question, сұрақ қою. Демек, H және с нұсқасы бізде дұрыс жауап болып табылады. 14-ші сұрақ. The correct advice in this case. Дұрыс. Advice дегеніміз бұл кеңес, дұрыс кеңесті табыңыз дейді. If you can't sleep at night, you should. Егер түнде жақын ұйықтай алмасаңыз, онда жасаңыз дейді. Do physical exercise. Физикалық жаттығу жасаңыз дейді. Drink a lot of coffee. Көп кофе ішіңіз келмейді. Watch horror films. Қорқынышты кино көріңіз дейді. Жоқ. Go shopping. Шоппинге барыңыз, мүлдем келмейді. Wear a coat. Шапан киіңіз, не болмаса пальто киіңіз дейді. Жоқ. Count up to 100. 100-ге дейін санаңыз. Әлбетте келеді. 100-ге дейін санаған кезде көпшілігі ұйықтап қалады. Drink warm milk. Жылы сүт ішіңіз. Жақсы, келеді. Take some sleeping tablets. Ұйықтататын дәрі ішсеңіз де болады дейді. Келеді. Демек, F, G және H нұсқалары бізде дұрыс жауаптар болып табылады. 15-ші сұрақ. Find the idiom. Идиоманы табыңыз дейді. Бұл жерде барлық сөйлемге тоқталмай мен бірден сіздерге идиоманы тауып берейін. My friend promised not to spill the beans about my plans. Енді, to spill the beans. To spill the beans дегеніміз бұл reveal the secrets, яғни қандай да бір құпияны жария ету деген мағынаны білдіреді. Мұнда bean дегеніміз бұл дәнек. Енді дәнекті төгіп тастау бұл жерде қандай қатысы бар деп сұрауыңыз мүмкін. Бұл мақалдың шығу тегі ежелгі Грекияға байланысты, себебі гректерде екі партия болатын, сол екі партияға дауыс беретін кезде өте көп жаңағы осындай екі ыдысқа біреусіне қара, біреусіне ақ жаңағы дәндерді салады екен. Сонда егер кімде-кім төгіп жіберсе, ондай болса барлық жиналған дауыстың санын барлық адам көріп қойып, құпия ашылып қалған деген мағына дәл осы ежелгі гректерден қалған деседі. Жалпы осылай жаттасаңыз, әлбетте есіңізде әрдайым сақталатын болады. Spill the bean бұл адамның жасырын құпиясын біреуге жария ету. Мысалы, Your grandmother would kill me if I spill the beans. Жақсы, 16-ші сұрақ. The types of pronouns. Есімдіктердің типтерін табыңыз дейді. They, жақсы, enjoy themselves. Екі есімдік бар екен. Енді екінші есімдік оңай табу, Selves болса ол reflexive pronoun деген сөз. Reflexive pronoun екінші болу тиіс. Сонда қай жерде, мына жерде reflexive pronoun бар екен? Болды. Демек, с нұсқасы бізде бірден дұрыс жауап деп белгілеуімізге болады. They personal pronoun, themselves reflexive pronoun. Жақсы, 17-ші сұрақ. Alternative sentences. Альтернативті сөйлемдер. Альтернативті сөйлемдердің жасалу жолына келер болсақ, ол жерде or деп аталатын шылау болады, немесе деген. Бір, не болмаса екі варианттың біреуін таңдаңыз деп келеді. Мысалы, қарайық. Қай жерде бар екен or дегеніміз? Біріншісінде жоқ, екіншісінде жоқ. Мінеки үшіншісінде бар екен, C нұсқасында. Are you going to stay at your brother's hotel or rent a room? Немесе деген мағынаны білдіреді. Жақсы, мұнда бар екен. Do you live in a village or city? Д нұсқасы дұрыс екен.
дағы or бар ма екен, қай жерде бар екен? Мында бар екен. Have they lived in the same house for more than 20 or 19 years? Демек, H, D және C нұсқалары бізде дұрыс жауаптар болып табылады. Окей, 18-ші сұрақ. The right variant of phrasal verb. Фразалық етістіктің дұрыс нұсқасы. My holidays are nearly over. Менің демалысым аяқталуға жақын. Next week I will blank work. Келесі аптада мен қайта ораламын. Яғни I will be back to work. Мен жұмысқа қайта ораламын. Бізде в нұсқасы болып табылады. Яғни to back to дегеніміз қандай да бір жерге қайта оралу. Мысалы, I will be back to work. I will be back to my house. Мен үйіме қайта ораламын деген секілді. 19-ші сұрақ. The correct forms of complex object. Complex object'ің дұрыс формаларын табыңыз дейді. Why did he blank to stop the conversation? They made too much noise. Енді жалпы бұл жерде комплекс объектті қатты білудің қажет жоқ. Бұл жерде енді көріп тұрғандарыңыздай did болып тұрғаннан кейін, he-ден кейін міндетті түрде verb one келуі тиіс. Себебі сұраулы сөйлемде өздеріңіз білетіндей көмекші етістік алдынан кетіп қалса did, онда одан кейін зат есім, сосын verb one келуі тиіс. Демек verb one қайсы бізде? Ask, tell and order. Ordered, ask, told дегеніміз уже екінші формулар. Сондықтан H, E және D нұсқалары бізде дұрыс жауап болып табылады. Мінеке. Енді 20-ші сұрақ соңғы. Synonyms of to make. To make сөзінің синонимдері қайсы? Invent, құрастыру келеді. Construct, бұл да құрастыру, қандай да бір нәрсені, әсіресе құрылыс жағдайында қолданылады. Allow, мұрша беру, рұқсат беру. Consider, ойлау, ойға алу, түйінге алу деген секілді. Create, құрастыру келеді. Ең нұсқасы, Add, қосу. Remove, алып тастау. Rise дегеніміз өсу деген мағынаны береді. Мінекей, жалпы бізде дұрыс нұсқасы А, В және Е. Осымен сабақтың соңы, оқушылар соңына дейін көргендеріңізге алғысым шексіз. Әлбетте, премиум видео сабақтарын талдау нұсқаларын алғыңыз келсе, онда маған WhatsApp номерге жазыңыздар. Шектеу алым тастаған премиум видео сабақтарының құны 1990 теңге. Және менің ойымша, бұндай премиум видео сабақтар, нұсқа талдаулар міндетті түрде сіздерге осы тестте өздеріңізге деген сенімділіктеріңізді арттыратынына мен өзім сенімдімін. Сондықтан да алатын болсаңыздар, әлбетте менің WhatsApp-ым ашық. Жақсы, солай болса сіздерді келесі видео сабақтарда көріскенше.